Армысыздар, құрметті қыз-келіншектер. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз қалай тезірек жүкті болуға болады. Әрине, шаңырақ көтергеннен кейін 2 жас тезірек сәбилі болуға, ертерек жүкті болуға тырысады. Ол табиғи жағдай. Сондықтан айта кететін жағдай бұл жерде бірінші кезекте әйел мен ер азамат өзінің жыныстық жасушаларының яғни ұрықтандыратын ұрық жасушаларының денінің саулығы жөнінде мағлұмат алу керек. Ол не деген сөз? Бірінші кезекте әйел адамы 12-13 жастан бастап етек циклы қалыптаса бастайды. Әр қыз-келіншектерде орташа есеппен 21 күн мен 35 күн аралығында қалыпты етек циклы қалыптасады. Көп қыздарда, мысалға, осы етек циклының мысалға қалыпты жағдайда 30 күн деп есептесек, бірінші етек күні мысалға бірінші желтоқсанда келді, екінші етек бірінші мысалға қаңтар айында, екінші қаңтар айында келуі мүмкін. Орташа есеппен 30-31 күн етек цикл болып есептелінеді. Осы кезде сіздің қай етек циклінің қай күнінде сіз жүкті болуға бейімсіз, яғни көтеру проценті, пайызы жоғары аптан алатын болсақ, ол етек циклінің мысалға орташа есеппен 13-ші күннен 23-ші күнді алсаңыз болады. Ол деген сөз, ол сол кез орташа есеппен овуляция күніне сәйкес келеді. Негізі етек циклы 30 күн болса, соның бір-ақ күні, яғни 24 сағатта овуляция болады. Бірақ сіз оның именно қай күн екенін білмейсіз ғой. Сол есеппен сіз, мысалға, 30 күн етек циклы болатын болса, соның 15-ші тәулігінде сізде орташа есеппен овуляция болады. Бірақ сіз қосымша 15 күнге дейінгі екінші күн, 13-ші, 14-ші күнді, 15-ші күн овуляция, 16-ші, 17-ші күнді орташа есеппен алғанда, сол аптаны сіз бір аптаны 60%, сіздің 60%-ден жоғары жүкті болуға ең бейім аптаңыз болып саналады. Сондықтан осы аптада сіз күйеуіңізбен неғұрлым активті жыныстық қатынаста болуыңыз керек. Мысалға, бірінші жартысында емес, жүктіліктің бірінші аптасында емес, соңғы 4-ші аптасында емес, именно осы 2 аптадан кейінгі апталықта, яғни орташа есеппен 13-ші, 14-ші, 15-ші, 16-ші, 17-ші күндері жүктіліктің сіз 60%-дан жоғары жүкті болуға күндеріңіз өте пайызыңыз жоғары. Сондықтан осы кезде сіз күйеуіңіз белокты тамақтары көп жеп, өзіңіз жоғарғы настроение, көтеріңкі көңіл күйде жүріп, осы кездерде жүктілікті жоспарлағаныңыз мейлінше дұрыс. Және айтып кететін жағдай бұл жерде екінші, ер азаматыңыздың, күйеуіңіздің де ұрығына көп мән беріңіз. Ол да өзінің ерлер дәрігері болады, урологқа қаралып, өзінің ұрығының жағдайын білгені абзал. Спермасының қозғалғыштығын, белсендігі жөнінде ақпарат алып, сізге де өзінің денсаулығының оң нәтижесін көрсеткені дұрыс. Осындай жағдайда екеуіңіз оң нәтижеге неғұрлым ертерек жүкті болуға болады. Енді бұл тікелей сіздің ертерек жүкті болуға екі жақтың ұрықтық жасушасының денінің саулығы болған жағдайда сіз 100% жүкті бола аласыз. Ал егер бұған қосымша мен тағы да айта өтетін жағдайлар, мысалға, жүктілікті жоспарлаған кезде жыныстық қатынасқа дейін, жыныстық қатынастан кейін ешқандай спермицидтер, свечалар, химиялық ешқандай қоспалар пайдаланбаңыздар. Неге? Өйткені ол еркектің спермасының белсенділігін төмендетіп, қозғалғыштығын төмендетуі мүмкін, өлімге алып келуі де мүмкін. Сондықтан ондай заттар қолданбағандарыңыз дұрыс. Және де халық арасында көп тараған, оны барлық адамдар біледі, жүктілікті егер сіз жоспарлаған болсаңыз, жыныстық қатынастан кейін бірден тұрып кетпеңіз.
көбінесе жаңағы жыныстық қатынастан кейін таң атқанға дейін ұйықтап қалғаныңыз дұрыс. Одан кейінгі жағдай бірден тұрып кетіп жаңағы душқа болмаса жуынғаныңыз тоже дұрыс емес. Одан кейінгі жағдай жаңағы жатырдың мойнының қисаюы, жатырдың денесінің қисаюы, орысша айтқанда загиб деген диагноздар қойып жатады, дәрігерлер. Ондай жағдайда келіншектер жаңағы аяғын көтеріп, орысша айтқанда береза позасы деген бұрыннан бар ол, соны пайдаланып, кішкене жата тұрғандарыңыз да дұрыс. Бірақ сол жатқаннан, тұрып кеткеннен мен көтере алмай қалдым деген ондай теріс неде де ойда да болмаңыздар. Егер сіздің ұрығыңыздың жағдайы дұрыс болса, жігітіңіздің ұрығының жағдайы дұрыс болса, сіз оларға бұндай қайшы жағдайларға келмей-ақ көтеруіңізге болады. Сондықтан қыз-келіншектер, видеомыз ұнаса, бізге жазылыңыздар. Осындай тақырыпты мазалайтын таныстарыңыз, қыз-келіншек, достарыңыз болса, таратыңыздар. Және де сіздерді мазалайтын басқа да тақырыптар болса, бізге жазыңыздар. Біз бәріне жауап іздеп, жауап қайтаруға тырысамыз.